жұмыс істеді сигнализация. Енді қауіпсіздік үшін дауыс қатты шығады. Алған кезде осылай ала саламыз. Осылай шығады. Осындай кішкентай дүние батарейкамен жұмыс істейді. Енді ол түн ортасында шыққан өрт болатын болса, үйде болсаңыз, осы енді дыбысын шығарып, сізді оятады. Өрттің былай айтқанда алдын алуға көмектеседі. Жалпы бұның түрлері өте көп, но енді қарапайым жай түрі, бұл ғана дыбыс қана береді, телефонға ешқандай нәрсе жібермейді. Бұның жіберетін түрлері де бар. Жалпы бұның түрлері өте көп. Бұның жақсы жері, бұны бекіту оңай. Екі шурупты потолокқа бекітесіз де, осының бекітетін жері бар. Полукруг осылай бұрасаңыз, ол бекітіліп қалады. Батарейка салғаннан кейін мына жерінде индикатор бар, мына жерінде осы тұсында. Қазір индикатор жанып өшеді. Енді қараңыз, бұл нәрсені сіз машинаға да қоюға болады. Егер де пеш жағатын үй болатын болса, сол пеш жағатын бөлмеге қоюға болады. Негізі угардың алдын алады. Жалпы пожарный сигнализация негізі арзан дүние емес. Оның енді жаңағы пожарниктерге хабарлайтын нәрсесі бар. Енді бұл ешқайда хабарламайды, бұл сізге ғана дыбыс береді. Сіз көрдіңіз бе, жанып өшті. Батарейка салғаннан кейін осылай істеп тұрады. Сол үйіңізде тұрған кезде қарап тұрсаңыз, істеп тұрғанын көресіз. Каждый бір минут сайын ба өзі бір рет мигать етіп қояды. Батарейканы көп жемейді, крона дейтін батарейка тұрады. Жалпы осындай нәрсені алып салып алсаңыз дұрыс. Негізі бағасы қымбат емес. Өзім екі бөлмеге екеуін алып қойдым. Тұрғаны 6 ай ма, 8 ай ма болды. Жалпы сосын сатып алғаннан кейін бірден қағаз өртеп көрдім, тексеріп істеп тұр. Арасында анау мигать ететін нәрсесі бар, оны тағырап қоямын. Сол енді тілсіз жаудан былай айтқанда қорғайды ғой, бұл да бір қорғаныш, ескертеді. Тілсіз жау деген Құдай сақтасын, енді аман болайық. Ондай нәрсе болмасын, бірақ енді сақтанып жүргенде дұрыс. Бәріне сәттілік.